Мен Түймебай Қымбат, Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің білім алушысымын. Менің атам Тоқаев елемес. Атам 1920 жылы 9 қарашада Жайылма ауылында дүниеге келді. Ленин атындағы орта мектепті бітірген соң, еңбек жолын Чапаев Киров кеңшарларында есепші қызметінен бастайды. 1942 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылып, аз ғана уақыт дайындықтан соң Сталинград қаласындағы майдан шебіне аттанады. Жас жауынгер соғыста көрсеткен ерлігі үшін жоғары қолбасшыдан бірнеше рет алғыс хат алды. Соғыстан елге оралғаннан кейін екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен Сталинградты азат еткені үшін Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылы ұлы жеңістің 20-шы, 30-шы, 40-шы, 50-шы жылдығына арналған мерекелік медальдармен марапатталды. Ұлы жеңістің 25 жылдығына орай СССР қорғаныс министрі Кеңес одағының маршалы Гречконың құттықтау хатын, ұлы жеңістің 50 жылдығына байланысты Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құттықтау хатын алды. Абзал атамның майдандағы өмірі өз алдына бөлекше, әрі бүгін айтып таусылардай дүние емес. Иман сезімі бойында тұнып тұрған асыл атам өмірінің алдында 1995 жылы әке-шешесінің рухына арнап үлкен ас берді. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген қонақтар Сарысу елінің жомарттығын, қонақжайлылығын көріп, нағыз қазақы салт-дәстүрдің қаймағы осы мекенде сақталған екен деп ризашылықтарын білдіріп кетті. Ел үшін аянбай ерен еңбек еткен атамның әруағына тағзым еткен ұрпағы мен аудан басшылары өзі тұрған көшенің атын беріп, аға алдындағы парыздың бір мөлшерін өтеді. Әжеміз Зағипа екеуі 3 ұл, 4 қыз тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Атамның еңбектері туған елінің есінде ұзаққа сақталып қалары сөзсіз. Асыл атамның салиқалы ісі, адами қасиеттері кейінгі ұрпаққа өмірлік үлгі әрі сабақ бола бермек.